Бізде бүгінгі бірінші сессиялық залдың ең соңғы спикері толғадан жасанды интеллект пен индустрия 5.0 6.0 дәуірінде тұлғаны дамытудың ғылыми парадигмасын антропологиялық және әдіснамалық тұрғыдан қайта пайымдау туралы Жиенбаев Ерлан Әсентайұлына сөз беріледі. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Рахмет. Тағы да қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Рабиға апай сияқты ән айтқызбаймын. Сіздерді Майра қарындасым сияқты сабақ тест өткізбеймін. Бірақ та миларыңызды қайнатам деп ойлаймын мен. Құдай қаласа. Енді соған дайын болыңыздар дейін береді. Соңғы түйенің жүгі ауыр дейді ғой. Жақсылап бар зейіндеріңізді маған бұрсаңыздар. Мына жерде жалпы аудиторияда жиналған қауымның ең көпшілігі осы өзін өзі тану бағдарламасының аясында. Мен әрине өзін өзі тану пәніне тікелей қарым-қатынасым жоқ, бірақ ең бірінші басталған жылы 2000 жылы Врятын атындағы ұлттық академияда ең бірінші уроки человечности деген кабинет ашылған, екі кабинет. Сол жерде мен бір жыл нештатный работник болып жұмыс жасадым. Және де ең бірінші жинағы шыққан мен адаммын деп аталады. Я человек деген. Соның кіріспесі менің мақалам. Және де сол жинақтағы бірнеше сабақтың авторы болып мен бастағанмын. Сол кезде Абай мен Әл-Фарабиді сол кезде бастадым, бірақ мен ары қарай жолымыз түйіспеді. Енді міне қазір толық адам ретінде өзін өзі тану бағдарламасымен толық адам Абай мен Әл-Фараби қайтадан қауышты, солармен қауыштырып жатқан деп ойлаймын, біріншіден. Екіншіден, мынандай нәрсені айтқым келеді, жалпы сұрақтар бар. Бірінші, кім, не, қайда, қандай деп келеді да, ең сұрақтың төресі, орысша сакраментальный вопрос дейді, ол қандай сұрақ? Неге, почему? Почемучка дейміз ғой, почему? Барлығымыз Абайдың толық адам білімін айтқан кезде, жалпы тәрбие мәселесін айтқан кезде, жалпы ғылым туралы айтқан кезде, біз бар сұраққа жауап береміз да, соңғы, ең соңғы сакраментальный вопрос, неге деген сұраққа біз жауап бермейміз. Мысалға жаңа Селиманов Серік Тұрарұлы әлемдегі апокалипсистің болып жатқанын, гуманитарлық ғылымдардың тоқырауға ұшырап жатқанын айтылды. Бірақ неге деген сұраққа ешкім жауап бере алмайды. Жауап беретін шығар, жалпы біз соған жауап жоқ. Сол сияқты жаңа Аманашвилидің ұлы, Паата, авторитарлық педагогика дұрыс емес, гуманитарлық педагогикаға ауысуымыз керек дейміз. Бұлай логикалық қарасаң дұрыс, бірақ та неге деген сұраққа адам көкейкесті жауап алу керек. Міне, мен қазіргі сіздерге айтайын деген мәселем, осы Абайдың толық адам ілімі негізінде, міне осы ең сакраментальный вопрос, неге деген сұраққа жауап беру керек. Неге деген сұраққа қай уақытта адам қанағат алады, адамның ақылы қай уақытта қанағаттанады, егер ол ақиқатпен кездескен кезде. Мәселе сода. Яғни ақиқатқа жеткен кезде ғана адамның ақылы, жаны, рухы тояттанады, қанағаттанады. Яғни неге деген сұраққа сол кезде ғана жауап алады деген келеді. Осыны ұмытпаңыздар. Енді мен бүгінгі сессияның тақырыбы жасанды интеллект дәуірінде индустрия 5, индустрия 6, немесе қазіргі болашақ индустрия. Ол не? Біз кезінде мен Совет үкіметінде оқыдық, коммунизм идеясы дедік, немесе тағы бір құлыстар немесе болжамдар болатын болса, ол болады бір 100 жылдан кейін, бір 1000 жылдан кейін деген сияқты. Бірақ мынау жасанды интеллекттің қазіргі индустрия 5-6-ның адамзат өміріне келгені, ол ондай емес, ол қазір кірді. Біз қазір сол өмірде
өмір сүріп жатырмыз сол индустрияда. Және де оның қауіп қатері қаншалықты, осыны біз көңіл аударуымыз керек. Осы уақытқа дейін мен анық айта аламын. Мен себебі сол 2000-нан бері осы тәрбиенің теориясы мен технология сұрағына айналысып келе жатырмын. Қазіргі ресми педагогикада тәрбиенің теориясы мен технологиясы әлі шешілмеген сұрақ, открыт вопрос. Әлі ешкім оның теориясы мен технологиясын әлі кемелдікке жеткізген жоқ. Мен осыны мен анық айта аламын. Неге? Себебі біз индустрия былай тұрсын, тұлға тану былай тұрсын, адам деген не? Оның табиғаты қандай? Оның мақсат мүддесі не деген сұраққа біз әлі жауап бере алмаймыз. Ғылым бұған әлі жауап берген жоқ. Енді бұған жауап берген әрине біздің бабаларымыз бар. Қазақта айтады, қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Яғни Құдайға шүкір, бұл бүкіл сұрақтарға жауап бар, бірақ мәселе ол сұрақтарды біз дұрыс түсініп, өзіміздің өмірімізге лайықтап енгізе алмай жүрміз. Яғни біз қолда бар алтынның қадірін білмей, біз оны сырттан, шеттен іздестіріп жатырмыз. Осыдан 1100 жыл бұрын Әл-Фараби таным концепциясын айтып кетті. Яғни человек маленький мир большой вселенной. Поэтому, чтобы познать мир, начни с себя. Яғни бұл Фарабидің концепциясына ғылым енді ғана келіп жатыр. Себебі қазір қарасаңыз, адамның, былайша айтқан кезде адамның құрылысы, табиғаты үлкен ғаламның микро копиясы. Сондықтан егер біз астрономияға беріп космосты зерттеп, немесе микро дүниеге, клеткаға, төменге кете берудің қажеті бар әрине. Бірақ та оны түсіну үшін адам өзін-өзі таныса, шын мәнісінде ол бүкіл сұрақтың жауабы осы жерден туындайды. Міне, Әл-Фараби не дейді? Адам ғалам ғажайып жеке дара, жан азығы ізденген мәңгі саны. Өзің танысаң істің басы, түзеген өз ғаламын болған дана дейді. Міне, Абай не істеді? Абай шын мына қазіргі заманның рухани, ғылыми реформаторы, новаторы деп айтуға болады. Бірақ мәселе сол, Абайды біз танып атқан жоқпыз, тани алмаймыз. Абайдың толық адам ілімі, Абайға не дейді? Абай адамға не деп жауап береді? Адам ол бір көтерген боқтан қал. Боқтан сасық боласың көрсең тағы. Мен сен теңбе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Мәселе осы ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек бәріміз айтамыз. Қазір де айтып жатырмыз. Бірақ оның не ол табиғат, не екеніне мән бермейміз. Жаңа әріптестерді айтып кетті, Мекітас толық адам ілімінің жалпы концепциясын, тұжырымдамасын, негізін ғылыми айналымға енгізген Мекітас Мырзахметұлы. Сол айтады. Яғни мұндай жүйелі ілім әлемде жоқ. Бұл тек біздің қолымызда ғана бар. Біз енді ғана жан-жақты оны дамытып жатырмыз. Сонда ол қандай ілім? Ол анау біздің дәуірімізге дейінгі 7-ші ғасырда қазақтың даласында болған ақилар ілімі. Әл-Фарабидің жаңағы парасатты адам ілімі, Қожа Ахмет Яссауидің хал ілімі, Жүсіп Баласағұнның жормәттік ілімі, Абайдың толық адам ілімі, Шәкәрімнің ар ілімі. Және де мен қостым, Ақжан Ашановтың жарымын. Және де осының бәрі бір айналып келіп қазақтың дүние танымы, немесе қазақ айтады, ол қазақтың киіз кітабы дейді, қазақтың киіз кітабында бұл ілімнің бәрі жазулы тұр. Сонда Абайдың артықшылығы аспаннан алған жоқ, ол ақиқат бар ілім. Бар ілімді тек заманға лайықты етіп, өзінің ой-өрісі, парасатының деңгейінде жүйелеп, бізге дайын, тек жұтуға дайын болып берді. Мен сондықтан да айтады, сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзелді. Неге? Себебі бәрін түзеп қойдым. Енді сенің кезегің, яғни біздің кезегіміз келді. Біз ойымызды, зейініміздің бәрін ұрпақ тәрбиелейміз деп ойлаймыз. Шын мәнісінде өзіміз
өзіміз танымаймыз, өзіміз тәрбиелей алмаймыз. Ал ұрпақтарымыз қалай тәрбиелейміз? Айырмашылығы, мен қысқаша концептуалдық түрде айтайын. Жаңа Серіктович айтып кетті, Homo sapiens осыдан 300 жыл бұрын қалыптасты, содан бері міне келе жатыр. Қазір бүкіл ғылыми парадигма, жалпы ғылымның тұжырымдамасы мына Homo sapiens, яғни саналы адам іліміне 18 ғасырда Карл Линнейдің ұсынған негізінде қаланып келе жатыр. Ал енді шын мәнісінде ол толыққанды емес. Толыққанды болу үшін, міне жаңа Абайдың айтқан, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бұл жердегі ыстық қайрат дегенімізде, ол emotional quality, қазір біздің айтып жүргеніміз. Ақыл, нұрлы ақыл дегенімізде, ол intellectual coefficient, интеллектуал ақыл ой парасат. Ал енді міне жүрек дегенде, бұл жерде, яғни біреулер social дейді, негізінде spiritual қоры. Яғни адамның рухани әлеуеті. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, жаңа әріптесім айтып отыр ғой, Абайды тек әдебиетшілер ғана зерттейді. Әдебиетшілер зерттеп Абай түбіне жете алмайды, оны ашық айту керек. Неге? Себебі Абайдың пайым парасат деңгейі өте терең болғанда да терең айтып отыр ғой жаңа. Әлемдегі сакраментальный неге деген сұрақты іздейтін болсаңыз, жауап алмайтын бүкіл жауапты аласыз Абайда. Мәселе сода. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, мына физика кабинетіндегі тұратын электромагниттік толқындар шкаласын бәріңіз білесіздер. Мынау 5 сезім танитын, көзге көрінетін дүние бар. Және бәріміз осы қазір айтып жатқан рухани дүние деп айтып жатырмыз, духовный нравственность деп айтып жатырмыз. Енді духовный нравственностьтің бастауы не, көзі не, оның табиғаты не дегенде, ол әрине мынау гамма сәулесінен кейін былай қарай жалғастырып кете беретін болсақ, ол ары қарай рухани дүниеге кетеді. Рухани дүниені қазір кванттық физика зерттеп жатыр, және көптеген жетістіктерге жетіп жатыр, заңдылықтары ашылып жатыр. Енді оның барлығы бірақ әлем, бір тұтас дүние. Айырмашылығы сол, оны Абайда көзге көрінетін деп айтады, немесе екінші көзге көрінбейтін деп айтады. Немесе физикалық тілде айтатын болсақ, мир низкой частоты материалдық дүние, ал рухани дүние ол мир высокой частоты. Теориялық тұрғыда ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ шекарасы бар. Және де материалдық дүниені біз тек қана 5 сезім мүшемізбен, және құрал саймандардың көмегімен танып біле аламыз. Ал енді рухани дүниені біз жүрек деп айтып жатқанбыз. Оны сезу үшін, тану үшін, одан ақпарат, энергия алу үшін ол керек. Не ол керек? Әрине жүрек. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөз сәулесі. Іштегі кірді қашылса, адамның хикмет кеудесі дейтін сол Абай. Немесе шәкәрім айтады, мына жерде айта кеткім келеді, Абай мен шәкәрімнің ілімі екеуі бір ілім. Абай фундаментін қаласа іргетасын, шәкәрім оны, яғни толық деңгейге шәкәрім Құдайбердіұлы жеткізді. Сондықтан шәкәрім не дейді? Тән көретін бастыға көз байқамайды жансың. Көр де ақылға сал деген сөз, көз кері қоймайлар. Хақиқатты дәл көруге жан көретін көз керек. Бас көзімен сенделуге бізге рұқсат жоқ шығар. Енді мына индустрияға жақындайтын болсақ, мына Рей Кунцлерді көпшілігіңіз танисыздар деп ойлаймын. Енді бұл компаниясының қазір 80 жасқа жақындаған іргетасының қалаушыларының бірі, футурист, өнертапқыш, жазушы. Бұның артықшылығы, бұның яғни ғылыми болжамдарының көпшілігі өмірде шын болды. Мысалға білесіздер, смартфонның бүкіл әлем қазір смартфонда ол оны алдын ала болжады. Яғни бүкіл компьютердің бүкіл ақпарат көзі смартфонға ауысады деген. Одан кейін Wi-Fi, сымсыз байланыс, оның бәрін ол алдын ала болжады, соның бәрі іске асты. Міне сол как маман ретінде өзінің мынау Fantastic Voyages кітабында суреттейді көп нәрсе. Бірақ мен бір нәрсесін ғана айтамын. Яғни әлем экспоненциалды
заңдылықпен дамып келе жатыр. Яғни қарасаңыздар 45-ші жыл дейді. 45-ші жылы сингулярлық құбылыс орын алады адам технологиясының дамуында. Ол не дегенге келетін болсақ, ол яғни жасанды интеллектінің соншалықты дамып, яғни адамның санасынан артық аз кетіп, яғни адамға қауіп тудыратын, ар жағы белгісіз ешкім айта алмайды. Міне айтып отырмын ғой, жаңа біз әлі бір өмір сүруімізге бір құдай бір 70-100 жыл берсе, 100 жылдан кейін не болатынын алаңдамайтын едік. Ал енді ойлап қараңыз, 20 жылдан кейін уже ол заман келді, кірді, а 20 жылдан кейін адамзат білмейді, тіпті ғалымдар білмейді не болатынын. Но қауіптің бары ақиқат. Оған қалай дайын болуымыз керек? Оған не адамзатты не құтқарады деген сұраққа әлбетте мен айтамын, Абайдың толық адам ілімі, немесе жаңағы рухани ілімдер жүйесі бекердас айтқан. Міне сол ғана құтқара алады адамзатты. Мен сол туралы айтып, ойымды қорытындылаймын. Мынау индустрияның дамуына байланысты адами капиталдың, яғни қажетті білім білік дағдының қажеттілігі. Міне сонда қазіргі әлем индустрия 5-ке, яғни гуманизацияға, немесе человек-центричность деп атайды, соған көшіп кетті. Қазіргі қажеттіліктер не? Міне рухани, мәдени, эмоциялық, когнитивтік және әлеуметтік интеллект, жауапкершілік, еңбегіштік. Ал енді одан кейін келетін алтын ой, мен қазір оған ашып айтамын, ол кезде қандай? Өз-өз дамыту, рефлексия, нейрокогнитивтік икем құндылықтық, бағдар, рухани, этикалық орнықтылық. Былайша айтқан кезде біздің қазіргі skills деп жатқанымыз білім, білек, дағды, оның бәрі қажет емес болып қалады. Неге? Себебі жасанды интеллект оның бәрін функцияны, ол қызметтің бәрін ол жасанды интеллект алып алады, адамға жасайтын ешнәрсе қалмай қалады. Міне мәселе қайда жатыр? Міне егер деңгейін алатын болсақ, міне қазіргі AI, жасанды интеллект, міне қасиеттері, яғни бақылауда, қазір бақыланады, адамзат қазір оны қолында ұстап отыр. Ал енді міне 2-3 жылдан кейін ғана қазір дайындық үстінде AGI, яғни generative жасанды интеллект дүние келген кезде міне қауіп қатердің басталуы, яғни қауіп қандай, яғни орташа. Міне қазірдің өзінде кеше ғана жаңалықтан естідім, Америкада жасанды интеллект жасалған бот бір адамды өлтірген. Естідіңіздер ме? Қазір соған байланысты сот жүргізіліп жатыр. Яғни жасанды интеллектке әдейі дұрыс емес кері программа салған, ол жаңағы адаммен әңгімелесіп, оны самоубийстводан суицидке итермеледі. Соған байланысты кеше ғана жаңалықтан естідім, сот Америкада жүргізіліп жатыр. Міне ол қазірдің өзінде бізге орын алып отыр. Ал енді толық автономды өз дамытатын, адамның интеллектінен 1000 есе жоғары адамнан асып түсетін жасанды интеллект дүниеге келген кезде адамзатты не күтіп отыр? Міне мәселе, біз соны ойлануымыз керек. Енді педагогикалық тұрғыда бізге жақынырақ түсіндіретін болсам, міне жаңағы осы 3 интеллектті айттық: IQ, EQ, SQ. Мынау енді мынаған мен уақытым жоқ, оны бәрін түсіндіріп отыратын. Мына схемалық түрде қарапайым түсінуге болады. Мына құзыреттілік, біздің бүкіл қазіргі стандартымыз, білім жүйеміз, бағдарламаларымыз, кітаптарымыздың барлығы тек қана мына құзыреттілік деңгейінде жүріп жатыр. Біз осы деңгейді ғана білеміз. Білім жүйемізде мынау emotional quality, енді ғана біз сөз қылып жатырмыз, қазір soft skills деп, енді ғана біз айтып жатырмыз. Ал енді мынау жаңағы spiritual quality, ол жаңағы кімдердің, анашилердің айтып жатқан гуманный педагогикасы. Ол бір крайность. Яғни бір крайностьтен екінші крайностьқа секіруге болмайды. Себебі автономды педагогика деп жаман деп айтып жатырмыз. Шын мәнісінде бәріміз сол совет үкіметінен автономды педагогиканың авторитарлық педагогиканың нәтижесі жемісіміз ғой барлығымызда. Біз оны енді уақыт өтіп кетті, дұрыс емес деп айтпаймыз. Дұрыс емес деп айтуға болмайды.
толыққандай емес. Енді оны толықтыратын не? Ол абайдың толық адам ілімі деп айтсам болады. Яғни мына бүкіл дағдыларды, қабілеттерді, қасиеттерді жасанды интеллект өзіне алып алады. Сол кезде онымен конкуренцияға түсу үшін жасанды интеллектті бақылаудан шығармай, оны басқара алатын деңгейге жету үшін адам не істеу керек? Егер қарапайым тілмен айтатын болсақ, Абайды оқу керек. Абайды мен Фарабиді оқу керек. Соны оқушыларға емес, біз бірінші ғалымдар соны оқуымыз керек, меңгеруіміз керек, түйсінуіміз керек. Одан кейін барып жаңағы стандартты бағдарламаны, оқушыларды оқытуды осыған көңіл бөлуіміз керек. Енді сөзім соңын қорытындылағым келеді. Мынадай мен сөзім соңын мынамен бітіргім келеді. Әл-Фарабидің трактаттары, Яссауидің, Яссауидің, Жүсіп Баласағұнның, Абайдың, Шәкәрімнің, одан бері мәшһүр жүсіптеріміз бар, Ақжан Машан, барлығы қазақ тілінде. Яғни қазақ тілі жай тіл емес, осыны біз білуіміз керек. Қазақ тілі, егер біз қазіргі көзқарас, біз қазақ тілі қазір өте көп дау болып жатыр ғой. Егер біз как инструмент общения, оны қарым-қатынас құралы деп айтатын болсақ, біз үлкен қателікке ұрынамыз. Қазақтың тілі жай ғана қарым-қатынас құралы емес, қазақтың тілі рухани тіл. Яғни рухани ілімді адамға бере алатын тіл. Қазір бүкіл адам ағылшын тілін оқып жатыр. Неге? Себебі бүкіл ғылым, бизнес, пайда үшін, успешный боламыз деп, яғни өмірден орнымыз табамыз деп. Ал енді бір көріп отырсақ, ұзақ, көп уақыт ұзамай, айналдырған аз уақыттың өзінде адамзаттың тығырыққа тірелуіне байланысты руханиятты қайдан аламыз? Оны қалай біз меңгереміз деген кезде бүкіл адамзат қазақ тілін үйренуге мәжбүр болады. Бізге әлі кеш емес, қолымызда бар алтынның қадірін білейік, Абайды ала сатпайық, Әл-Фарабиді өз деңгейінде таниық деген біледі. Рахмет сізге. Рахмет, Ерлан Әсентайұлы. Әріптестер, Ерлан Әсентайұлына сұрақтарыңыз болса, QR-кодты сканерлеп қойсаңыздар болады.